Сәлем достар, бүгін сіздермен красный бархат пирожноларын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттарымыз 2 жұмыртқа, айран, қант, ұн, разрыхитель, сұйық майымыз және қызыл краскамыз, ас содасы мен яблочный уксус. Яблочный уксуспен алдымен ас содасын араластырып, айранымызға құйып аламыз. Сонан соң құрғақ заттарымызды араластырамыз. Ұн, разрыхитель, қызыл краскамызды және какаомызды қосып аламыз. Сонан соң қантымызды жұмыртқамызға салып, жақсылап миксерлейміз. Аппақ түске енгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне осындай аппақ түске енді. Сонан соң енді біз айранымыз бен сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Ал енді ұнымызды ситадан өткізіп қосамыз. Міндетті түрде ситадан өткіземіз. Себебі какаоның, қызыл красканың осындай түйіршіктері шығуы мүмкін. Сондықтан ситадан өткізетін боламыз. Енді бір келкі масса болғанша жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Жақсылап жан-жақтарын, ұндарын бәрін түсіріп, тағы да бір жайқап жібереміз де. Сонан соң осындай масса шықты бізде. Ал енді осыны кондитерлік мешокқа салып, осылай противенге құямыз. Бізде осындай 2 противен шықты. 15-16 штук пирожный шығады бізде осы рецептпен. Рецепт описанияға жазып қалдырамын. Міне жұптастырамыз. Өзіне бірде корждарды біріктіріп жұптастырамыз. Сонан соң корждардың арасына жағатын креміміз дайындаймыз. Ол үшін творожный сырымызға сахарный пудрамыз салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Түйіршік қалмайтындай түрге ену керек. Сонан соң холодильникте салқындатылған сливкиімізді өлшеп құйып, тағы да қою крем болғанша миксерлейтін боламыз. Міне осындай қою крем болады. Оны өздеріңізге қалаған насаткада корждардың арасына жағуға болады. Міне осындай гүл шығаратын насатка. Міне осындай көлемде жағып, шығамыз барлық 2 жұптасқан корждардың арасына жақсылап жағып шығамыз. Крем көбірек жағылса, біздің пирожноларымыз дәмді болады. Осылай бәріне жағып шығатын боламыз. Бетіне гүл жасап шығамыз. Гүл жасап шығып, қараңыздар, сәнді пирожнолар дайын болып жатыр. Міне осындай пирожнолар бізде шықты. Енді осындай қағазға салып, яғни кондитерлік дүкендерде сататын
капсула деп айтады. Осындай қағазға салып шығамыз. Сәнді көрінеді. Пирожноларымыз дайын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер салатын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.